Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен бірге Майра Сауытбек қызы. Алда жаңа жыл. Сіз дастарханға қандай салат қоярыңызды әлі ойланған жоқсыз ба? Өзгеше, әрі тойымды, әрі дастарханның көркін ашатын салаттардың бірі мандарин салаты. Және де соның рецептімен сіздермен бөлісумен жөн көрдім. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, лайк бас комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен барлық керекті заттарын қайнатып аламыз және үккіштің ең майда жағынан біздің сәбізімізді өткізіп алатын боламыз. Өте майда болып өтуі қажет. Мінекей біз сәбіздерімізді өткізіп алдық, енді ыдысымызға арнайы салып, бөлек салып дайындап қоятын боламыз. Ортасына кез келгенін қолдана аласыздар. Мен осындай краббылыни палочканы қостым және де осындай қабығынан ашып дайындап алып, видеода көрсетілгендей турап шығасыздар. Үстіне пісіріп дайындап қойған картошкамызды күштен өткіземіз. Және де жұмыртқамызды өткіземіз сарысымен қосып. Мінекей, осылай барлығын өткізіп алғаннан кейін тұз саламыз үстіне. Және де майонезіміз саламыз. Мен бұған бірақ қаймақ қостым. Қаймақпен дәмі өте әдемі, сондай керемет болып шығады. Маған майонез көп ұнамайды. Осылай қосып, араластырып барлығын бір қалыпқа ендіреміз. Енді мандарин жасау үшін осындай бізге пищевая пленка қажет болады. Осыны жақсылап жайып, тақтайдың үстіне жайсаңыздар да болады. Оның үстіне біздің сәбізімізді осылай жұқалау етіп жайып шығатын боламыз. Өздеріңіз білесіздер, көлемін қаншалықты дәу қылсаңыздар да, мінекей ортасына өйстіп салмамызды салып, мандарин секілді өйстіп бұрап, доп-домалақ етіп пішінін келтіретін боламыз. Мінекей бастамасында бізде мандарин басшағы болмай қалды, сол жеріне қайттан қосып, осылай басып жерсеңіздер болғаны. Мінекей дәл осылай істеп, тарелкамызға арнайы салып аламыз. Екіншісінде дәл солай істеп шығатын боламыз. Және де достар, сіздер қатты дәу қылып жаюдың да қажеті жоқ, кішірек жасасаңыздар да болады. Маған бір тарелкаға 2 штуктан салған ыңғайлырақ, өте әдемі көрінеді, сондықтан кішкене көлемін дәурек істедім. Мінекей біздің мандариніміз дайын болды. Үстіне осындай петрушканы қойып жіберсеңіздер де болады. Болмаса мандариннің жапырағы болса да өте әдемі көрініп тұратын болады. Мінекей достар, біздің үй жағдайында жасаған мандарин салатымыз дайын болды. Жаңа жылда жаңа идея, дастарханға өте керемет болып вид беретін салаттардың бірі. Өте керемет, қонақтарды таңғалдыратын боласыздар. Сол үшін осы салатты жасауды кеңес беремін. Өте дәмді, ортасы қараңыздар, өте керемет болып тұр. Тура мандарин секілді болып тұр. Бізге бұл салат өте қатты ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Келінка Майра Құлан.